жиын алайық. Егер бізге А жиыны мен Б жиынын бірігуі керек. Сұйықтықтарды бөледі және олар жиналып өзекше арқылы сыртқа шығарылады. Бұл орыс шаруаларды қазақ жеріне патша үкіметі не үшін қоныстандырды? Қышқылдың қалдығы біздің жағдайда не болып тұр? Ацетат болып. Және субъект сөйлемнің соңында келеді. Кедергі жоқ деп есептейміз. И көбейтілген R-ге.